Одан кейінгі осы жердің бастауыш ардагерлер ұйымының төрағасы болып, қоғамдық жұмысты өле-өлгенше қызмет етті. Өздеріңізге белгілі, қарттықтың батпағына батпақтаған не жүйрік, не бір шешен алыптар да, сондықтан шамаң балда жұмыс істеп, өзіңнің сыбағаңды алып қалды деп, өмірден өз сыбағасын алып қалды. Міне артына жасы ұрпақтар қалдырды. Шардаралықтарға, боксының отбасына көңіл айтамыз. Тас түскен жеріне ауыр дейді ғой. Міне салыстырмалы түрде 84 жасқа келген болса, жақсы ғұмыр кешті, артында ізі қалды. Өздеріңізге белгілі, аз қайғыны ас көтереді, көп қайғыны дос көтереді десе, бүгін осынша адам жиналып, сол қайғыға ортақтасып отыруы, бұл кісінің еткен еңбегі, артында қалған ізі, әрине бұның бәрі жігіттің ат үстінде ұзақ жүруі жақсы жұбайына байланысты десе, жұбайы жаңа Гүлжан апамызға да байланысты. Маған күйеу бала қалай деп телефон соғып қойушы еді, хабарласып тұрушы еді, жиі кеп тұрушы еді. Міне сондықтан жатқан жері жайлы, топырағы торғап, арты лайық. Бүгін біз Мұхамбет ағамызды ақ сапарға шығара салып жатырмыз. Мұханға, мен өзім Мұхан тізесінде өскенмін. Біздің жиеніміз еді. Артынан мынау қазақтың сүйек жаңғырту дегені бар. Құда болдық. Мұхан, сол мен бала кезімде 6 жасымда ма армиядан келген кезінде көрдім. Мен үшін сол күйінде қалды. Бауырмал, көпшіл, білімді, ол мынау сол кездегі мынау техниканың кез келген түрінен хабары бар. Мысалы, осы біздің әулетіміздің жас кездегі суреттердің бәрі сол Мұхаңның еңбегі. Одан кейін Гүлжан жеңешеміз екеуі үйленіп келді. Біздерге бір сондай қызық Астанадан келген өте бір бой түзеп өсетін семья болды. 5 бала жеткізіп, өсіріп, өніп жатыр. Міне бүгін жан жақтан құдалары келіп жатыр, Астанадан келіп жатыр, Алматыдан қайын жұрты келіп жатыр, Шымкенттен. Соның барлығы өскендіктің, өнгендіктің белгісі. Ел үстінде ер жүрер, жел жүрер, бел үстінде жел жүрер, ел үстінде ер жүрер. Орта жүздің үлкені. Орта жүздің үлкені. Олы жүзден беріп, ана кісі алды, бер. Алыңыз. Орта жүз. Асламаға отырам. Кіші жүздің үлкені. Кіші жүзден үлкені. Алдыңызда отырған. Табылды берді. Екеуіне берді. Қожадан. Қожа. Қайда, жағым. Қожа, Бекет ата. Бекет атамыз. Бекет атамыз. Әкел, бер. Алта шығып тұр. Қосай атамыздан. Қосайдан. Қосай атамыздан бар ма? Бар. Бер лақпы. Ара құда. Барақ. Барақ атамыздан бар ма? Қайда? Мұнақта отыр екен. Мұнақта барадыр. Жанғожа. Ау, Жиынбек көкемдір.